Достар, барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен лаваштан дайындалатын ерекше таңғы ас рецептімен бөлісемін. Өте қарапайым өнімдерден жасалады, дәмі болса менің жолдасым айтқандай бомба болып шығады. Менімен бірге болыңыздар, рецепті соңына дейін қараңыздар. Ал бастайық. Ең бірінші салмасын дайындап алайық. Ол үшін кішігірім ірімшік алып, үкіштен өткіземіз. Артынша 20-30 грамдай шұжықты да үкіштен өткізіп аламыз. Келесі жарты қияр алып, видеода көрсетілгендей ұзын және жіңішке етіп тураймыз. Ал енді лаваш алып, бетіне майонез бен кетчуп жағып шығамыз. Артынша үкіштен өткізілген ірімшік, шұжық және қиярды лавашқа салып, тегістеп шығамыз. Енді видеода көрсетілгендей лавашты орап, тең қылып бөліп аламыз. Келесі, 2 жұмыртқаны кесеге жарып, шым-шым тұз қосып араластырамыз. Қызып тұрған табаға кішкене сұйық май құйып, бөлінген лавашты екі жағы мен жұмыртқаға аунатып, шамамен 2-3 минуттай орташа отта қуырамыз. Енді екінші бетіне аударып, тағы 1-2 минуттай қуырып алуымыз керек. Жан жақтарында кішкене қызартып алсаңыздар болады. Сол кезде лаваш жұмсақ болып шығады. Мінекей достар, дайын болды. Лаваш жұп-жұмсақ, ірімшігі толықтай еріп шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенемін. Қош сау болыңыздар.